Жылдам хабарнама, шұғыл дерек, қазақстандықтар үшін жақсы жаңалық. Ассалаумағалейкум армағазақ. Егер осы жақсы жаңалықты білгіңіз келсе, онда арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып, каналымыздың дамуына өз үлестеріңізді қоса кетуіңізді сұранамыз. Ал онда біз бастадық. 1 шілдеден жеке халыққа қызмет көрсету орталығында қиылады. Биыл 1 шілдеден бастап Қазақстанда некені тіркеу халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы жүзеге асырылады. Аталған жаңашылдықты Әділет министрінің баспасөз қызметі түсіндіріп өтті. Қазір неке және отбасы туралы кодексіне сәйкес азаматтық хал актілері тіркеу, АХАТ бөлімі туу, қайтыс болу, неке қию және бұзу процестері жүргізеді. Сонымен қатар, аты жөні ауыстырса да, ата-анасы атағанда, бала асырап алған кезде, азаматтық хал акті жазбаларын түзетін, қалпына келтіреді және де жояды. Сол сияқты бастапқы және қайталама куәліктерді электрондық нұсқадағы немесе қағаз жетістігіндегі анықтамаларда, азаматтық хал актілерін жазбаларының көшірмелерін береді. Одан бөлек азаматтық хал актілерінің мемлекеттік тіркеу кітаптары менен куәлік блокноттарын сақтауын қамтамасыз етеді делінген ресми хабарнамада. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз. Сау саламат болыңыз.